Сәлеметсіздер ме? Мен Тараз қаласы нөмірі 40-шы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Өмірәлиева Динара Төлендіқызы 5-ші сыныптағы сабағымды ұсынамын. Балалар, суретке назар аударамыз және келесі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: сурет не туралы, яғни суретте не бейнеленген? Екінші сұрақ: өткен сабақта біз қандай тақырып өттік? Және үшінші сұрақ: сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Дұрыс айтасыздар балалар, суретте компьютер бейнеленген. Өте жақсы, өткен сабақта біз компьютердің пайдасы мен зияны деген тақырыпты өттік. Бүгін біз сол тақырыпты жалғастырамыз. Яғни біздің сабағымыздың тақырыбы компьютердің пайдасы мен зияны. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютердің пайдасы мен зияны. Сабағымыздың мақсаты: мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайсыздар, мәтінді түсінесіздер, мәтін мазмұны бойынша суреттерді сипаттайсыздар. Бүгін сіздермен мәтінмен жұмыс жасаймыз. Өткен сабақта біз мәтін алды жұмыс, сөздікпен жұмыс жасаған болатынбыз. Осы тақырыптың екінші сабағы болғандықтан бүгін мәтінмен жұмыс және мәтін соны жұмыс жүргізіледі. Мәтінге назар аударамыз. Мен оқимын, сіздер іштеріңізден оқысаңыздар болады. Компьютер ақпараттық үдерісті орындауға арналған құрал. Ақпарат үдерісі дегеніміз қажетті ақпаратты алу, тыңдау, көру, өңдеу, тарату. Бұл әрекеттерді тез жасауда компьютердің пайдасы көп. Мысалы, рефератқа сурет керек болса, рефераттың көшірмесі керек болса, бізге компьютер керек. Ол тез болады, уақытты үнемдейміз. Бірақ компьютерді дұрыс пайдаланбасаң, оның зияны көп. Әсіресе ондағы ойындар баланың жүйкесіне зиян. Компьютердің зияны: көз жанары нашарлайды, омыртқалар қисаяды, жүйкеге салмақ түсіреді, тез шаршайсың. Ерік жігері әлсіз балалар компьютерге тәуелді болып қалады. Мінезі өзгереді. Балада жабық әлем пайда болады. Мәтін бойынша бірінші тапсырма. Мәтін бойынша берілген ақпараттың дұрыс немесе бұрыстығын анықтайсыздар. Әр дұрыс жауапқа 1 балл, барлығы 6 балл. Сіздерге 6 ақпарат берілген, осы ақпараттардың дұрыс бұрыстығын анықтайсыздар. Бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс нұсқасымен тексеріңіздер. Егер дұрыс жауаптарыңыз болса, 1 балл қойып шығыңыздар. Егер барлық 6 жауабыңызда дұрыс сәйкес келетін болса, онда 6 балл қоясыздар. Мысалы, бірінші ақпарат дұрыс. Сіздер тура солай белгілесеңіздер, өздеріңізге 1 балл қоясыздар. Екінші ақпаратта дұрыс екен. Егер сіздің де жауабыңыз тура осылай болса, 2 балл қоясыз. Осылай өз жауаптарыңызды балалар тексеріп шығыңыздар. Келесі мәтін бойынша екінші тапсырма: кестені толтыру. Яғни, кестені толтырасыздар. Тақырыбы, яғни мәтіннің тақырыбын жазасыздар және мәтіндегі негізгі ақпаратты жазасыздар. Дескриптор кестені толтырады, бағалау критерийі тақырып қояды 1 балл, негізгі ақпаратты анықтайды 1 балл, яғни тапсырмаға 2 балл беріледі. Жақсы, балалар,
Тапсырманы орындап бітсек, тапсырманың дұрыс нұсқасымен өз жауаптарыңызды салыстырып, өздеріңізге бал қойып шығыңыздар. Тақырыбы: компьютердің пайдасы мен зияны. Негізгі ақпарат: компьютер ақпараттық үдерісті орындауға арналған құрал. Дескрипторды ұмытпаймыз. Бағалау критерийіне қарап өзімізге бал қойып шығамыз. Келесі, үшінші тапсырма. Мәтін бойынша суреттерді берілген ретімен әңгімеле. Дескриптор мәтін бойынша суреттерді сипаттайды, суреттерді ретімен сипаттайды. Тапсырмаға 2 бал беріледі. Суреттерге назар аударамыз. Осы суреттерді мәтін мазмұны бойынша ретімен сипаттап, мәтінді әңгімелеп шығуларыңыз керек. Бұл тапсырманы жазбаша немесе ауызша орындауларыңызға болады. Қазір балалар, осы тапсырманы мен өзім орындадым. Сол үлгіге қараңыздар. Осындай үлгіде сіздерде мәтінді әңгімелеп шығуларыңыз керек. Яғни бұл жерде суреттің реті бойынша мен мәтінді шағын түрде әңгімеледім. Компьютер біз үшін аса маңызды. Біз ол арқылы ақпарат аламыз, ақпаратты тасымалдаймыз. Бірақ компьютердің алдында ұзақ отырсан, көзің ауырады, омыртқаң қисаяды, шаршағыштық пайда болады. Компьютерде көп отырсан, жабық әлем пайда болады. Ондай адам әлсіз болады, және оның жүйкесі тозады. Компьютерді дұрыс пайдалана біл. Енді балалар, бүгінгі өтілген тақырып бойынша кері байланыс жүргіземіз. Егер барлығы түсінікті болса, бірінші жымиыс белгісі смайлик. Білеміз, я? Егер аздап түсінсеңіздер, екінші жымиыс белгісін, мүлдем түсінбесеңіздер, үшінші жымиыс белгісін маған көрсете салыңыздар. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабақ бойынша аяқталмаған сөйлемдерді аяқтап шықсаңыздар. Мен бүгін білдім. Яғни, сіз бүгін не білдіңіз? Мен бүгін әсер алдым. Сіз бүгін қандай әсер алдыңыз, және сізге не әсер етті, сол туралы айтып немесе жазып берсеңіздер болады. Дыбыстық хабарлама немесе жазып берсеңіздер болады. Мен келесі сабақта білгім келеді. Келесі сабақта нені білгіңіз келеді? Сол туралы ақпарат беру керек. Беру керексіздер. Енді балалар, біздің сабағымыздың мақсаты қандай еді? Сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайды. Біз сіздермен негізгі ақпаратты анықтадық. Мәтінді түсінеді. Яғни мәтінді түсінгендеріңіз бойынша сіздер дұрыс, бұрыс деген тапсырманы орындадыңыздар. Және мәтін мазмұны бойынша суреттерді сипаттайды. Сіздер мәтіннің мазмұны бойынша суреттерді ретімен сипаттап шықтыңыздар. Демек, біз бүгін сабағымыздың мақсатына жеттік. Сау болыңдар.